оқушылар. Біздің сабақтың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. Сенің білетінің табиғат құбылыстарына қауіпті болатынын білу және оны сақтаудың жолдарымен танысасыңдар. Сенің меңгеретінің табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктейсіздер. Табиғат құбылыстары қолайлы және қолайсыз қауіпті болып бөлінеді екен. Қолайлы құбылыстарға күннің ашылуы, жаңбыр, қар және де кемпірқосақтың ашылуы жатады екен. Ал қолайсыз қауіпті, яғни бізге жақпайтын табиғат құбылыстары күннің қатты ысуы және де дауыл, яғни жел, сосын құрғақшылық, боран, көктайғақ және де найзағай жатады екен. Табиғи апаттар. Бұл жерде табиғи апаттарға өрт, қоршаған ортаны заттардың бақылаусыз жануынан және ыстық ауа райы кезінде егер жауын-шашын болмаса, ормандар құрғап өрт шығады екен. Келесі сақтану жолдары. 112 нөміріне қоңырау шалып құтқару қызметі мамандарына хабарласады екенсіздер. Сәл ұзақ нөсерлеп жауған жауынның салдарынан мұз бен қардың еруінен және жер сілкінісі әсерінен болатын құбылыс Қазақстанда Іле, Жоңғар, Талас, Алатау жоталарының өзендері сел қаупі бар аудандар қатарына жатады. Су тасқыны. Өзенге, көлге немесе су қоймасына жақын жатқан жерлерде су басуы. Қар көшкіні. Қардың тау беткейінен төмен қарай жылжуы. Қар көшкіні жаңа қар жауған және күн құрт жылып кеткен кезде пайда болады екен. Сақтану жолдары. 112 нөміріне қоңырау шалып құтқару қызметінің мамандарына хабарласасыздар. Төтенше жағдайлар қызметтерінің ескертулерін қатаң орындау керек. Қауіпсіздік ережелерін есте сақтауымыз керек. Жыл бойы табиғатқа түрлі құбылыстар болып тұрады. Қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аяздан күндер болады. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендерде су көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасына асып, көпірлерді, жолдарды, үйлерді бұзуы мүмкін. Сендерге балалар енді бір тапсырма ұйымдастыра кетейін. Суреттерді тұжырымдармен сәйкестендіріңіздер. Бұл жерде табиғи апаттар және қолайсыз табиғи құбылыстарын бөлеміз. Дұрыс таптыңыздар. Табиғи апаттар бұл жерде су тасқыны, қар көшкіні және де өрт жатады екен. Ал енді қолайсыз табиғат құбылыстарымен танысайық. Жақсы. Қолайсыз табиғи құбылыстары бұл жерде құрғақшылық, бұршақ және де боран екен.